Жамбыл облысының 85 жылдығына орай Жамбыл ауданы туралы мағлұматты назарларыңызға ұсынамыз. Жамбыл ауданы Жамбыл облысының оңтүстік батысындағы әкімшілік бөлініс. 1928 жыл құрылған. Жер аумағы 4,3 мың километр квадрат. 1939 жылдың 14 қазанында Жамбыл облысы оңтүстік Қазақстан облысынан бөлініп шығып, өз алдына облыс болып құрылды. Жамбыл ауданы осы облыстың құрамында қалды. 60 жылдардың басында Жамбыл ауданы таратылып, Жуалы, Байзақ аудандарының құрамына берілді. Арада 2 жыл өткеннен кейін 1966 жылдың қысында Жамбыл ауданы қайта құрылды. Ауданда археологиялық ескерткіштердің ең көнесі біздің заманымызға дейінгі 6-12 ғасырларды қамтиды. Қазіргі уақытта аудан көлемінде 89 археологиялық, 2 сәулет, 1 монумент, 17 тарихи мұра объектілері бар. Соның ішінде ЮНЕСКО-ның республикалық мәні бар Айша бибі және Бабаджа хатун кесенелері. Аудан орталығы Аса ауылы, солтүстігінде Талас ауданымен, батысында Жуалы ауданымен, шығысында Байзақ, Тұрар Рысқұлов аудандарымен және Тараз қаласымен, оңтүстігінде Қырғызстанмен шектеседі. Аудан жері таулы, қыратты, солтүстікке қарай жазық келеді. Климаты континенттік, қысы жұмсақ, жазы ыстық. Аудан жері мен Талас, Аса өзендері ағып өтеді. Бөгеткөл, Сұлукөл, Сеңгірбай, Көкіш көлдері бар. Аудандағы 42 елді мекен 17 ауылдық округке біріктірілген. Қазіргі таңда ауданының әкімі Ерлан Қыдыралыұлы.